Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз лечо салатын дайындаймыз қысқа. Оған бізге керек заттар: қызанақ, сәбіз, пияз, қызыл бұрыш, тәтті, сарымсақ және кішкене ащы бұрыш. Қазір енді осының бәрін турап дайындаймыз. Мінекей қызанақты мясорубкадан өткізіп қойдым, отқа қойдым. Ол қайнап шығам дегенше басқа заттарымызды турай береміз. Бәрін турап болдым. Мен на глаз жасай берем, примерно мынанша кило деп айта алмаймын қазір. Примерно қалай нетем, солай турай берем. Бәрін турап болдық. Мында сарымсақ кішкене көптеу, шамалап қосам енді. Қазір помидор қайнап шықса, сосын морковь саламыз. Мінекей помидорымыз қайнап шықты. Енді бұған сәбізімізді саламыз. Сәбізді араластырып, сәбіз қайнап шыққаннан кейін 20 минут қайнатамыз. Мінекей сәбізіміз 20 минут қайнап жатыр. Енді мына бір кружка май құямыз. Сұйық май. Мама, суши, мама. Қазір берем қызым. Сәбізіміз 20 минут қайнап шықты. Жаңа майын құйдық. Енді сәбізі 20 минут қайнады. Енді пияз салдық. Жақсылап араластырып, бұл пияз жақсылап қайнап шыққаннан кейін 10 минут қайнатамыз. Содан кейін болгар борщымызды саламыз. Пиязымыз 10 минут қайнады. Енді болгар борщымызды салдық. Қазір бетінде нетіп тұр, қазір кішкене отқа неткеннен кейін басылады. Банкаларды стерилизоваттап, қақпақтарын қайнатып жатырмын. Төрт ас қасық қант саламыз. Тұз 2 ас қасық салам. Араластырып көреміз. Егер аз болып жатса, болгар борщы пока қайнап, жақсылап араласқаннан кейін тағы да аз болса қосамыз. Болгар борщын салғаннан кейін 10 минут қайнап шықты. Енді мына чеснокпен кішкене острый перец саламыз, шамалап. 2 қасық салдым. Жақсылап араластырамыз. Достан кейін тағы 10 минут қайнатамыз, сосын уксус қосам болды соны. Бұрышымыз чеснокпен қосылып 20 минут қайнады. Енді бір ас қасық 70% уксус қосамын. Бір ас қасық. Осыдан кейін 5 минут қайнатам, сосын болды, банкіге жаба береміз. Мінекей достар, уксустан кейін 5 минут қайнап шықты. Сонда сәбізіміз 20 минут қайнады, пиязымыз 10 минут қайнады, болгар борщымыз 10 минут қайнады, болгар борщымыз 20 минут қайнады. Уксустан
кейін 5 минут қайнаттық. Сонымен жабамыз енді. Қантын 4 қасық қант салдым. 3 қасық тұз салдым. Алдым 2 қасық салып едім ғой. Кейін тұзын көрсем, тұзы кішкене аздау. Сонда бас аяғы 3 қасық тұз, 4 қасық қант салдым. Енді шетінен құйып жаба береміз. Міне достар, банкамды жауып болдым. 2, 3, 4, 5,5 литр шықты. Лечамыз. Енді тағы да туросы суған кеткендей заттарменен тағы салат істеймін, бірақ жасалу жолы басқа. Қазір осылардың бәрін үлкен ыдысқа салып, бәрін араластырамын. Бірге болыңыздар. Мынаны салып. Помидорды бұған мындай соломка қылып турадым. Болгар бұрышында соломка қылып турадым. Енді тұз саламыз. Енді жаңағыдан қалған чеснокты да осыған қоса салам. Енді бәрін қосып жақсылап араластырамыз. Бәрін араластырып қойдым. Енді осы бойы 30 минут тұрады. Ары қарай сосын банкаларға салып суға қойып қайнатамыз. Жарты сағат өтті. Енді банкаларды стерилизовать етіп қойған. Крышкаларын бәрін. Ішіне міне 1 лавровый лист, душистый қара бұрыш горошықтан 2-2-ден салып қойдым әрқайсына. Енді мына салатымызды осыларға бөліп саламыз. Бәрін салып болдым, 6 банка шықты. Енді әр банкаға бір столовый ложка менен май құйып шығам. Сосын бір ас қасық уксус 9% уксус бір ас қасықтан құйып шығам. Кішірек банкілерге шамалы аздау құям. Енді крышкаларын жауып, қазір қазанға су құйып отқа қоямыз. Мінекей достар, қазанға су құйып, міне мынау банканы мына жеріне шейін құйып қойдым. Мынау қазір қайнағаннан кейінгі уақытты есептеп 30-35 минут қайнатамыз. Сосын алып, крышкасын қатты жауып тастаймыз. Мінекей қайнап шықты. Осы қайнап шыққаннан кейін 35 минут, ровно 35 минут қайнатамыз. Екеуі де қайнап жатыр. Сосын алып, крышкаларын жауып тастаймыз. Ал достар, міне банкамды жауып болдым. Бұнан жаңа судан шығарғаннан кейін крышкаларын бұрап қатты жауып тастадым. 3 литрліктен 3 банка, жарты литрліктен 3 банка шыққан. 3-ші сағат толмай қалды, оны жеуге алып қалдым. Сосын жаңа 35 минут қайнатам дегем, 35 минут емес, тура 1 сағат қайнаттым.
35 минут ас сияқты көрінді. Соны кішкене уверенный болу үшін 1 сағат қайнаттым. Енді бұларды ыңғайлы жерге қойып, бетін жылы одеялмен жауып қоямын. Төңкермей осы күйінде жауып қоямын. Сонымен қысқа дайынбыз. Әлі тағы салаттар жабам, оны да бөлісетін боламын. Енді менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет баршаңызға. Канал ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар, ойларыңызды бөлісіңіздер. Баршаларыңызға үлкен рахмет. Ал енді келесі кездескенше қош сау болыңыздар.